Бәріне сәлем, мен есімім Лаурым, мен химия мұғалімімін. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз электролиз теориясы. Электролиз деген не екенін білеміз. Бүгін біз электролиз процесінің қалай жүретінін және электродтағы заттардың рөлін тереңірек түсінуге тырысамыз. Бір сөзбен айтқанда, электролиз деген не деген сұраққа жауап береміз. Қараңдар, елестетіп көріңдер, электролиз ол қалай жүруі мүмкін? Қалай ойлайсыңдар? Ойланып көріңдер. Ал мен жауабын берейін. Елестетіп көріңдер, ыдыс бар, ыдыстың ішінде сұйықтық болу керек. Міндетті түрде ыдыстың ішінде сұйықтық болу керек. Сұйықтықтың ішінде иондар жүреді. Бұл не балқыма болады, не ерітінді болады. Балқымадан қалай аламыз сұйықтықты? Қатты зат болады. Қатты затты жоғары температурада балқытамыз, жоғары температураға келтіреміз, ол балқиды. Балқығаннан кейін оның арасындағы иондар бұзыла бастайды. Оның торлары бұзыла бастайды да, нәтижесінде ион пайда болады. Бұл процесте су қатыспайды, тек қана таза заттың өзі бар, тек қана сол жаңағы қатты зат балқымаға айналады, болды, су жоқ. А ерітінді басында бізде су деген сұйықтық бар. Суға біз, мысалы, суға қант салсаңыз еріп кетеді ғой, тура солай затты ерітеміз суға, немесе үстіне тағы бір сұйықтық қосамыз, сондай бір керек заты бар. Ол судың сумен реакцияға түскені үшін ішіндегі торлар бұзылады да, торлар бұзылып, жаңа иондар шыға бастайды. Бұны біз ерітінділердегі диссоциация дейміз. Енді елестетіңдер ғой, жаңа ыдыстың ішінде су балқыма немесе ерітінді бар, сұйықтық бар. Сұйықтыққа екі жақтан екі катод және анод салынады. Катод деген не? Катод өзі теріс зарядты, өзіне 10 зарядталған анодтарды, катиондарды тартатын зат. Ал анод оған қарама-қарсы, ол өзі 10 зарядты және теріс зарядталған аниондарды өзіне тартады. Физика курсынан сіздер білесіздер, 10 заряд қарама-қарсы зарядқа тартылады, минус заряд оған қарама-қарсы зарядқа тартылады. Плюс пен плюс, минус пен минус ешқашан бір-біріне тартылмайды. Катодта тотықсыздану реакциясы жүреді, анодта тотығу реакциясы жүреді. Яғни электрондарды беру реакциясы. Катодта электрондарды қосып алу реакциясы жүреді. Бұны мысал келтірдім, бірақ мына негізі дұрыс жазылған. Міне мысалы купрум, мыс және хлор. Мына жерде ол өзіне қосып алған, хлордан алып, екі электронды хлордан алып, өзіне қосып алған. Хлор бізде мына жерде өте мейірімді, өте жомарт, екі электронды бере салды. Енді келесі Фарадейдің математикалық заңы. Ол бізде электролизға байланысты есептер болады, сол есептерді шығаруға көмектеседі. Қанша зат, қашан, неге, қалай реакция өтетінін бәріне жауап береді. Осы Фарадейдің математикалық заңы. Мына жерде оның формуласы келтірілген. Бұл математикалық дәлдікпен шығарылған зат. Және мына F дегеніміз ол Фарадей заңы. Мына жерде оның өлшемі көрінген. Ол тұрақты, ол өзгермейді. Келесі сутегі мен сутегінің түзілуі. Мысал келтірейін. Жаңа мен сізге айтқандай, ыдыс бар деп елестетейік. Ыдыстың ішіне сұйықтық бар деп елестетейік. Сұйықтық кәдімгі су. Мына жерге катод салынады, катодтың түсін ауыстырайық па? Катодтың түсін қызыл қылайық. Мына жерде қосайық. Мына жерде катод бар және анод бар. Анодтың да түсін ауыстырайық. Анодтың түсі бізде жасыл болсын. Дәл қасына тұр екен, жасыл аласың. Мынау анод. Мен бұған дейін айтқандай, катодтың өзіндік заряды катодтың. Қайта көкке қайтарайық. Өзінің заряды минус. Анодтікі плюс. Енді қараңдар.
осы жерден біз электр тоғын олар бүйтіп біріккен. Мен түсінбесін көрмей қалып. Олар біріккен. Осы жерден электр тоғы жіберіледі да, электр тоғының әсерінен біздің су міне OH минус ионына және H плюс ионына ыдырап кетеді. Енді жаңағыны есімізге түсірейік. Катодқа плюс зарядталған иондар келіп жабысады. Сонда H плюс иондары мында келетін болса, H плюс иондары осы жерге келетін болса, OH минус иондары анодқа келеді сонда. OH минус иондар анодқа келіп жабысады. Міне үстіп электролиз жүреді. Иондарды бір-бірінен ажыратып алу үшін плюстарды плюсқа, минустарды минус жаққа қарай жинау үшін. Электролиздің қалай жүретінін түсініп алдық деген ойдамын. Енді қараңдар. Металдардың белсенділік қатары болады. Мен қазірге оны көрсетемін. Металдардың белсенділік қатарын көрсетемін. Міне, мынаны қарайық. Өте жақсы көрсетілген, өте жақсы түсіндірілген бұл жерде. Қараңдар. Мына жерде олар түс-түсімен бөлінген. Негізі металдардың белсенділік қатары литийдан бастап алтынға дейін. Но, бірақ мына жерде олар бөлінген. Мыналар бөлінген. Бұлар неге бөлінген? Бұлар ең белсенді, ең күшті металдар. Бұлар орташа белсенді. Мына жерде сутектен кейін тұратын металдар сутекке қарағанда да әлсіз деп көрсетіп тұрмыз. Бұл ең әлсіз металдар. Енді қараңдар. Олар электролизге қалай жүреді? Электролиз кезінде электролизға дейін мынаны түсіндіріп алайықшы. Бұлар күшті металдар, олардың күші бар. Олар тек қана күшке сенеді. Мыналардың күші жоқ, олар әлсіз. Олар өзінің ақылына сенеді. Мыналар күшке де ақылға да екеуіне де сеніп екеуі бірге алып жүре береді. Электролизға түскенде мыналар тек қана күшке сенеді ғой. Күшке сенген үшін соғысты жеңіліп қалады. Олар ешқалай ойланбаған, олар мыналарын қоспаған. Бұлар күшті стратегия ойлап тапқан, мықты стратегия ойлап тауып соғысты жеңген. Бұлар енді жеңген де, жеңілген де. Сонда қалай болады? Онан бәрі катодта бөлінеді. Катодқа барып жабысады. Бұлар катодқа бөлінбейді. Бұлардың орнына су бөлінеді катодқа. Мыналар өздері катодқа бөлінеді. Мыналарда су да өздері екі реакция бірге жүре береді. Жаңа мен сіздерге бір көрсетіп жібердім. Басында су бөлінетін болса, мені осындай реакция кетеді. Су жоқ, бөлінбейтін болса, мені осындай реакция кетеді. Кәдімгі тотығы-тоғысаны реакциясы кететін болады. Енді анодта жүретін процесс туралы сөйлесейік. Бізде қышқыл қалдықтар негізі оттекті және оттексіз болып бөлінеді. Оттекті қышқыл қалдықтар, олар анодта жүретін процесс. Енді қышқыл қалдықтармен бұлар сулы ерітінді тұрақсыз. Сосын олардың орындарында ол жерде O2 молекуласы бөлінеді, газ бөлінеді. Мына жерде сіздер көріп тұрғандарыңызды. Ал оттексіздер, олар оның айтып отырған. Олар босқалогендер болуы мүмкін деген сияқты. Мысалы, хром, бром, йод, фтор деген сияқты. Бұлар өздері барып жабысады анодқа, өздері реакция жүргізеді анодта. Енді қараңдар. Не үшін бұл бізге керек? Химиядағы барлық тақырып өндірісте қолданылады. Мысалы, гальванотехнологияда керек, рафинациялау дегенде керек, электрометаллургияда керек. Гальванотехнология деген, мысалы, машина жасайды, көлік жасайды, автокөліктің сыртын оны бір жұқа электролиздалған ерітіндімен үстіне жағады, бетіне жағады. Себебі металды коррозиядан сақтап қалу керек. Мысалы, хром, мырыш деген сияқты.
оларды коррозиядан сақтап қалу керек, олар шешіп кетпеу керек металл. Потом рафинациялау. Мысалы табиғатта таза түрінде кездеспейтін металдар болады. Мысалы мына жерде жазылған никель, қорғасын, олар таза түрінде кездеспейді. Тазалап алу үшін біз оны аламыз да электродқа саламыз, кейін оны бүйтіп жинап аламыз, бөлек жинап аламыз. Сол кезде бізде таза никель болады қолымызда. Металлардың өндірудегі энергия шығыны, қанша энергия кетеді, қанша сағат кетеді, сағатына қанша энергия кетеді. Және ең соңғысы тарих. 1800 жылдан 19 ғасырдан бастап алғашқы вольт бастайды. Одан кейін 7 жылдан кейін Гемфридей деген ғалым ол натрий мен калийді ашады. Бұған дейін бұл туралы адамзат білмеген, электролиз арқылы натрий мен калийді ашады. Кейін Фарадей өз жұмысына кіріседі, ол екі заңын ашады оның. Және бүгінгі таңда біз оны көптеген технологияларда қолданамыз. Осымен сабағымыз біткен жоқ. Біздің сабақ соңында осындай сіздерге сұрақтары бар. Кейбіреуінің жауабы бар. Осы сұрақтарды мен төменге ссылкаға бекітіп қоямын. Бұны есептеп шығарып көріңіздер. Бұны қалай шығарылатынын, неге шығарылатынын көріңіздер. Неге бұлай болады, неге басқаша болады. Енді осымен сабағымыз бітті. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.